Қайырлы кеш достар. Алейкум ассалам. Эфирге қосылып жатсаңыздар, чатқа плюс таңбасын және қалауларыңызды жаза отырсаңыздар, қай қаладан екенсіздер, таныса отырайық. Достар, одан кейін эфирге қосылсаңыздар, эфирдің сапасын да бағаласаңыздар, 1-ден 10-ға дейін сапасы қалай, сіздерге жақсы естіліп тұр ма? Одан кейін нишаларыңызды жаза кетсеңіздер, қалаларыңызды және нишаларыңызды. Жақсы. Алматы, Шымкент, өте жақсы. Қызылорда, Шиелі, өте жақсы. Өскемендіктерге сәлем. Жақсы достар, сіздер чатқа жаза беріңіздер. Бізде әлі 2 минуттай уақытымыз бар. 8-ге дейін адамдар қосылып алсын. Біз күте тұрайық. Жалпы қысқаша достар, білесіздер, алдында Ыбырай мырза екеуміз анонс жасадық. Бұйыртса сәрсенбі күні Қытай тауарларына сарапшы болатын арнайы курсты бастайын деп жатырмыз. Алла амандығын берсе. Бүгін сол курсқа қатысты сіздермен сұрақ жауап ретінде біраз әңгіме өрбітеміз деп ойлап отырып, мен алдымен сіздерге жалпы курс жайлы қысқаша тағы да біраз ақпарат беріп кетемін. Содан кейін барып сұрақ жауапқа өтеміз. Яғни сіздерде қандай сұрақтарыңыз бар, біз сол сұрақтарға мен сіздерге осы жерде асықпай өтіп жауап беремін. Яғни сіздердің сұрақтарыңыз біткенше біз осы жерде отыруымыз керек. Себебі ертеңге біз ешқандай сұрақ қалдырмауымыз керек. Себебі курсқа қатысатын кісілер болса, олар нақты алда не болатынын біліп, сол курсқа солай кіруі керек. Так, Астана, Атырау өте жақсы, қымыз өндірісі өте жақсы, ақылды қоян ақтау өте жақсы. Швейная машина болған, қазір жаңа ниша іздеп жатыр, жақсы. Егер ниша таба алмасаңыздар, өткенде Ыбырай мырза айтты ғой, біз сіздерге ниша тауып бере аламыз. Яғни сіз тренд тауарларды қарау арқылы өзіңізге ниша тауып аласыз. Одан бөлек бұйыртса алдағы уақытта біз ескерттік. 2 аптада бір рет жаңа курсқа қатысқан кісілерге біз тегін вебинарларымызды өзіміз өткізетін боламыз. Сол жерде сіздерге қазір тренд болып жатқан тауарларды тастап отыратын боламыз. Қандай тауарларды сатуға болады, қандай тауарлардың өтімділігі жоғары деген нәрселерді. Ниша қажет деп жазып жатыр ғой. Ниша қажет болса, бізбен серіктес болсаңыздар, біз сіздерге ниша тауып береміз. Болмаса, қазір интерселда тұрған тауарларды сату арқылы өз нишаларыңызды табуларыңызға болады. Так, достар, 40 адам болдық. Жайлап бастай берейік. Кейін қосылған кісілер кейін қосылыңыздар. Жақсы, сағатымыз 8 болды. Мен арагідегі чатқа қарап отырамын. Так, кеттік. Ең алдымен жалпы осындай курсты біз бастағанымызды айттық, барлығыңыз білесіздер, хабардар боласыздар. Ең бірінші соңына бірақ барайық. Жалпы курсты бітірген кісілерге біз мынандай бірнеше бонус береміз. Осы эфирдің соңына қалсаңыздар, мен сіздерге толығымен айтып беретін боламын. Яғни клубқа мүше боласыздар, нетворкинг жасаймыз, яғни бір-бірімізбен танысамыз, білсеміз, қандай да бір мәселелер болса ортақ шешеміз. Себебі нетворкинг, таныстық, тамырлық ол өте маңызды қазіргі заманда. Мысалға, қарапайым ойлайтын болсаңыз, сіз бір қалада отырып, Алматыдағы тауарыңызды интерсел арқылы басқа қалаға жөнелте аласыз да. Егер сіз бізді танымасаңыз, ондай шаруа істей алмайсыз. Біз де сізді танымасақ, ондай шаруа істей алмаймыз. Сондықтан да нетворкинг жасау ол өте маңызды. Бір-бірімізбен танысамыз, білсеміз, жиі кездесіп тұруға тырысамыз. Жаңа айттым, 2 аптада бір рет онлайнда жолығамыз, басқа қаладағы кісілер болса, Алматыдағы кісілер болса, былай жиналып тұруға тырысамыз. 2 аптада бір рет міндетті түрде тегін сабақтар өткіземіз. Мысалы, мен жарнама жағынан сіздерге барлық ақпараттарды, соңғы жаңа болып жатқан жаңалықтарды, қандай жарнаманың түрлері шықты, қай жарнамалар ескірді, сол туралы ақпараттар беріп отырамын. Ыбырай мырза да өз кезегінде жаңа Қытайға қатысты, мысалы, заңы өзгерсе, болмаса жаңа тасымал жағынан бірдеңе өзгерсе, курстар өзгеріп жатса, мысалы, кез келген ақпаратты біз 2 аптада бір рет сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Одан кейін 4-шісі қажет кезде кеңеске жүгіну дейді. Қытай бойынша және маркетинг бойынша кез келген уақытта бізге курстар өткен адамдар
тегін кеңес ала алады, кез келген уақытта хабарласып, WhatsApp-қа жазып деген сияқты осындай шаруалар болып тұрады, қалай шешуге болады. Мысалы жарнамаға қатысты мен өзім жауап беремін, Қытай мен мәселесіне байланысты Ыбырайым мырза сізге кеңес беретін болады. Одан кейін айттық, дропшиппинг дегенді қоймасыз тауар сатасыздар, оның барлығын біз сіздерге жолын көрсететін боламыз. Так, онда бастайық. Сіздер бірінші алдымен жалпы тыңдап алыңыздар. Бұйыртса мен қазір енді чатқа бүйтіп көңілімді аудара бермейін, чатқа сол артынан қараймыз. Мен қазір түгелімен сіздерге осы презентацияда не бар соның барлығын айтып шығайын. Так, достар, біз сіздерге айттық, бұған дейін де айттық, қазір де айтамыз. Қытайдан сіздер делдалсыз тікелей заводтан тауар әкеле алмайсыздар. Оны біз айттық. Тағы да бір қайталап айтамыз, жаңадан қосылып отырған кісілер болса. Оның себебін Ыбырайым мырза жіктеп сіздерге айтып берді, не үшін тауар әкеле алмайтындарыңызды. Сондықтан біздің ұсынысымыз, осы курста біздің сіздерге ұсынатынымыз ең бастысы эксперт болу, сарапшы болу. Қытай тауарларына сарапшы болу, яғни бүкіл әлем алып жатқан 1688 деген сайт бар. Соның ішіне сіздер сарапшы болып, күнделікті кіріп қарап, керек тауарларды, тренд тауарларды жинақтап, соны ең алғашқылардың бірі болып Қазақстанға келіп, Қазақстанға сату. Өткенде Ыбырайым мырза сабақта көрсетті, вебинарда украиндықтар, орыстар, басқа да адамдар Қазақстанға сол кемінде 3 есе, немесе 5 есе, яғни 500% наценкамен Қазақстанға келіп тауар сатып жатыр, көрдіңіздер. Бір ішіміз ашиды, неге біз өзіміз неге сата алмаймыз деп. Сондықтан да біздің қазіргі мақсатымыз сол мынандай ұстаным. Тренд-сеттер болу. Тренд-сеттер деген, яғни трендті қалыптастырушы болу. Тренд-фолловер емес, тренд-сеттер болу. Сондықтан да сіздер тренд-сеттер болуларыңыз керек, яғни трендті салушы адам. Яғни тауарды хитқа айналдыру біздің өзіміздің қолымызда, сізбен біздің қолымызда. Сол бүкіл әлем алып жатқан тауарды Қытайдан алдымен Қазақстанға сіздер әкелулеріңіз керек. Бос жатқан нишаны сіздер бірінші болып иемденулеріңіз керек. Біздің мақсат негізі сол. Осындай курс енді ішіне кірейік. Өту жоспары ең бірінші. Айттық, бұйыртса сәрсенбі күні бастаймыз. Сәрсенбіге күнгі сағат 12-ге дейін төлем жасалып үлгерулеріңіз керек. Бағасын айттық 50.000 теңге. Ол 50.000 теңге деген сіздер инвестицияларыңыз, білімге құйған. Біз сіздерге 100% не білеміз, соның барлығын үйрететін боламыз. Ұзақтығы 10 күн болады. 2 блоктан тұрады. Қытай деген блок болады, сосын маркетинг деген блок болады. Қытай бөлігін Ыбырайым мырза жүргізеді, 3 сабақ болады, және маркетинг бөлігін мен жүргіземін, 3 сабақ болады. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. 6 онлайн сабақ болады сонда. Әр сабақтан соң 1 күн демалыс беріледі, яғни практика жасауға, ойларыңызды қорытуға. Одан кейін әр күні кешке бұйыртса біз тікелей эфирлер ұйымдастырып, сұрақ-жауап, қатемен жұмыс жасауға тырысатын боламыз. Ыбырайым мырзаның блогында ең бірінші көріп тұрған сайттарыңыздың 1688-ден бастап Алибабаға дейін сайттармен танысу, керек сайттарға тіркелу. 1688-ге міндетті түрде тіркелесіздер, оған біз доступ алып беретін боламыз. Бұл өте маңызды, себебі 1688-дің ішінен сіздер трендті қарайтын арнайы 4 бөлім бар. Сол бөлімдерге кіріп, сарапшылық жолдарыңызды бастауларыңыз керек. Бұл өте маңызды. Яғни бұл сайттардың барлығын сіздерге Ыбырайым мырза жеке-жеке жіктеп түсіндіретін болады. Қайсысы қай бағытқа арналған, қайсысы қай сегментте, мысалы қай жерде қандай тауарлар қараған дұрыс. Мысалы адамдар сұрайды, кроссовкиларды қайдан қарауға болады? Мысалы Адидастың, Найктың. Кеше бір кісілер мысалы сұрақ қойып жатыр, жаңағы сендердің алып келетін коробкалардың сыртының бәрі қытайша жазу болады, неге деп. Оған Ыбырайым мырза жауап берді. 1688 деген негізінен Қытайдың ішкі нарығына арналып жасалған, бүкіл әлем сол жерден ішкі нарық арқылы алады деп, соның барлығын түсіндірді. Сондай кез келген сұрақтарыңызды осы блогта Ыбырайым мырза толығымен қамтитын болады. Яғни сайттарға қатысты бүкіл сайттарға анықтама беретін болады, және оның ішінде ең маңыздыларын сіздерге көрсететін болады. Жұмыс істеу принципі тіркелуден бастап түгел көрсететін болады. Қай жерде қандай бөлім, тренд тауарларды қай жерден қарайсыздар, айлық апталық тренд тауарлар қай жерде орналасады, сіздің нишаңыз қай жерде тұр, бір рет кірсеңіз барлығын жаттап алатын боласыз. Сондықтан бұл Ыбырайым мырзаның бірінші сабағы бөлек сайттармен жұмыс. Одан кейін Қытай сайттарын сараптау. Ең тиімді сайттар, қандай сайттармен жұмыс жасау тиімді. Жаңа күнделікті, апталық, айлық тренд тауарларға сіздер анализ жасауларыңыз керек. Сол анализ жасайтын бөлімдерді көрсететін болады. Ең маңыздысы бұл жерде біздің айтып отырғанымыз, осы тауарларды Қазақстан нарығына алғашқылардың бірі болып кіргізу.
яғни сіздер трендсеттер дедік қой, трендсеттер болуларыңыз керек. Біз бұйыртса соған жұмыс жасайтын боламыз сіздер үшін. Одан кейін төлем жүйелері туралы сіздерге толық ақпарат беретін болады. Қандай төлем жүйелері бар, қайсымен төлем жасау керек. Енді оны сіз ақпарат үшін білуіңіз керек та, бір төлем жасай алмайсыз, бірақ сіз білуіңіз керек. Себебі сіз ақшаны ұстатып жатсыз ғой, екі ортадағы адамға. Мысалы, Интерселға сіз ақшаңызды тапсырасыз. Ары қарай Интерсел қалай төлейді? Ол қауіпсіз ба? Қаншалықты, мысалы, қандай жағдайда сіз ақшаңызды қайтарып ала аласыз деген сияқты толық төлемге қатысты сабақты Ыбырайым мырза өзі жүргізетін болады. Қандай қауіпсіз төлем жолдары бар, соның барлығына жеке тоқталатын болады. Одан кейін тасымалдау, логистикалық жөнінде толық ақпарат беретін болады. Тасымалдаудың шығындарын қалай есептейсіздер? Мысалы, заводтан тауар шықты ғой. Тауар кеткеннен кейін жаңағы Қытайдағы қоймаға барады, қоймадан жаңағы басқа қалаға жүруі мүмкін, Үрімшіге жүруі мүмкін, одан Қорғасқа келіп, Қорғастан Алматыға біз алып келеміз. Осы жердегі барлық этаптағы, циклдағы бағаның барлығын сіз қолмен есептей аласыз. Жаңағы сайттың ішінде де есептеулерін Ыбырайым мырза көрсететін болады. Яғни мысалы Қытайдың ішіндегі, Қазақстанның ішіндегі жол шығындарын көрсететін болады. Мысалы жаңағы растаможканы көрсететін болады, және Қазақстанның ішінде жеткізу қалай болады. Яғни осы тасымалдау мен логистикаға қатысты бөлек үлкен блок болады. Осы жерде барлық сұрақтарыңызды қойып, сіздер меңгеріп алуларыңыз керек. Бұл не үшін керек? Бұл не үшін керек? Бұл өте маңызды. Сіз жаңа товарды көрдіңіз, Қытай сайтынан. Сіз енді ойша есептеуіңіз керек, ол Қазақстанға келгенге дейінгі өзіндік құны қандай болады. Сосын Қазақстан нарығын қопарып көруіңізге болады. Мысалы, товарды 1000 теңгеден көрдіңіз делік, Қазақстанға келгенше ол 1200-1300 теңге болды делік, Енді сіз сол товарды 5000 теңгеге мысалы сата аласыз ба? 3000 теңгеге сата аласыз ба? Жоқ, 4000 теңгеге сата аласыз. Сіз соны ойша есептеу үшін және әрі қарай анализіңізді Қазақстан нарығында жалғастыру үшін мынау тасымалдаудың ақпараттарын білу өте маңызды. Себебі сіз тасымалдауды білмесеңіз, онда бағаны қоя алмайсыз. Сондықтан да біз сіздерге тасымалдаудың ақпараттарын беретін боламыз, яғни қаншалықты жерге шығын кетеді, соның барлығын сіз есептеп отыратын боласыз. Одан кейінгі екінші блок, жарнаманың блогы. Сіз товарды алып келдіңіз Қазақстанға товарды алып келгеннен кейін оның ең маңызды бөлігі ол сату. Ары қарай қалай сатамыз? Сату үшін бізде жаңағы бірнеше құралдар бар. Біз сол құралдардың барлығын беретін боламыз. Ең үлкен тиімді жарнаманың түрі ол таргетинг жарнамасы. Біз тиімді таргетинг жарнаманың түрлерін көрсететін боламыз. Осы уақытқа дейінгі тексерілген жарнамаларды көрсететін боламыз. Кейстерді көрсететін боламыз. Және сапалы тапсырыс алудың жолдарын көрсететін боламыз. Негізгі осы уақытқа дейінгі, мысалы мен өзім 2 жылда қандай тәжірибе алдым, сол тәжірибені сіздермен бөлісетін боламын. Яғни менің осы уақытқа дейінгі жасаған қателіктерімді сіздер қайталамас үшін біз сіздерге арнайы осындай сабақтардың циклын дайындадық. Сол бойынша жүріп өтесіздер, яғни сонымен тура істесеңіздер, сіздерде белгілі бір дәрежеде нәтиже болуы керек. Екінші үлкен жарнамалық блок ол контекстік жарнама. Ол іздеу жүйелеріндегі жарнама, әсіресе Google-дағы жарнаманы көрсететін боламыз. Google-дың алдыңғы орнына қалай шығуға болады, контекстік жарнаманың тиімділігі қандай, және қандай түрлері бар, және қай түрін таңдап жарнама берген қазіргі уақытта тиімді. Бұл жерде де міндетті түрде кейстарды көрсететін боламыз. Осы уақытқа дейін жүріп жатқан жарнамаларды көрсетеміз, қазір жүріп жатқан жарнамаларды көрсетеміз, әр кликтің бағасын көрсетеміз, сізге керек ақпараттың барлығын беретін боламыз. Сондықтан контекстік жарнаманы көп жерде оқытпайды. Қазақша мен контекстік жарнаманы оқытқанды өзім көрген жоқпын. Сондықтан да бұл контекстік жарнаманы білу сіздер үшін өте маңызды болмақ. Контекстік жарнама өз негізі үлкен 4 блоктан тұратынын айттық. Іздеу жүйелеріндегі жарнама, одан кейін КМС деген контекстік медиалық желі деген бар, одан YouTube-дағы видео жарнама және приложениенің жарнамасы. Қазақстанда осы істейтін 4 жарнама, бірақ ең маңыздысы сол іздеу жүйелеріндегі жарнама. Сол іздеу жүйелеріндегі жарнаманы біз толығымен қарастыратын боламыз. Контекстік жарнамадан нюанстары өте көп, себебі ол жерде сіз настройкаларын дұрыс қоймасаңыз, ақшаңызды босқа құртып алуыңыз мүмкін, болмаса керек емес адамдарға жарнамаңызды көрсетіп қоюыңыз мүмкін. Сондықтан да бұл өте маңызды контекстік жарнаманың қыр-сырларын сіз білуіңіз керек. Одан кейін сайт жасау болады. Сайт жасауды мен өзім көрсететін боламын. Сайт жасаудың ең оңай тиімді жолы бар, соны көрсететін боламын. Мен ол жерде алдыңғы бір сабақтарда айттым ғой, 10 минутта бір жасаған сайтым бар. Сол сайтты көрсете аламын сіздерге. Және сіздерге 10 минутта жасасын деп сіздер қинамаңыз, әрине 1 сағатта жасайтындай бір формуласын жасап беретін боламыз сіздерге. Бірақ алдымен әрине оның сіз контентін дайындап алуыңыз керек. Фотоңызды, видеоңызды, қандай материал саласыз, соны бәрін дайындап аласыз. Қалған техникалық мәселе жылдам істеледі.
ең бастысы мына сайтты істеу тегін әрі жеңіл. Бір ғана электрондық почта керек. Сол электрондық поштаға бір сайтты жасау тегін. Бұл шаблон сайттар, шаблондарын өзгертіп, өзіңізге ұнаған шаблон таңдап алып, сайтыңызды жасап шығатын боласыз. Содан кейін осы сайтты жасағаннан кейін таргет жарнамаға қалай саламыз, контекстік жарнамаға қалай саламыз, соның барлығын көрсетіп беретін боламыз. Яғни сіз сайтыңыз болғаннан кейін сайтыңыздың да жұмыс істегені дұрыс та, ол сайт өлі сайт болмау керек. Сондықтан көп адамдар сайт жасау деген мәселеден қашады, қорқады, оңай. Оны біз сіздерге көрсетіп беретін боламыз. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Мысалы, мынау көп адамдар Wix, LP, тағы да сондай бір платформаларды қолданады. Ішкі жақтары өте қиын. Бірақ біз сіздерге басқа бір төте жолын ұсынатын боламыз. Сол арқылы жасасаңыздар, енді менің айтқанымды қайталап отырсаңыздар, онда сіздердің сайттарыңыз шығатын болады өз дәрежесінде. Оны сіздерге көрсетіп береміз. Ол жағынан ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Бастысы инструкцияны ананы бас, мынаны бас дегенді орындасаңыздар болды. Сайттарыңыз дайын болады. Егер де курсқа қатысып сол сайтты жасай алмай қалатын болсаңыз, мысалы мен жасай алмаймын, Айбек қолымнан келмейді десеңіз, біз сізге отырып сол сайтты өзіміз жасап береміз. Ең басты критерий ол жерде сіз жаңағы материалдарын өзіңіз бересіз. Фото, видео, текст өзіңіз бересіз. Қалған техникалық жұмыстарды біз сізге орындап береміз. Егер жасай алмай қалсаңыз, өзіңіз жасап үйренуіңіз керек. Так. Одан кейін ең маңызды блоктардың бірі менің блоктарымның ішіндегі өмірді жеңілдететін сервис сайттар. Мысалы, біздің баннерлерді көрген шығарсыздар, мысалға жаңағы видео баннерлер көп жасап таратамыз, чаттарда болсын, әлеуметтік желілерде болсын, жарнамамызда болсын, видео баннер жасаймыз. Видео баннер жасайтын арнайы сервистер бар. Бір-екі кликті басасыз, текстін жазасыз, баннеріңіз дайын. Осыларды үйрететін боламыз. Анимациялық гиф баннерлер жасау, яғни анау қимылдап тұратын баннерлер болады, соларды қалай жасау болады. Көрсететін боламыз жолын. Логотип жасау. Көп адамдар мысалы бизнесті бастайды ғой, бастаған кезде 2 аптасын, 1 айын сол логотипті қалай жасаймын, не істеймін деп қиялдайды да көбісі. Уақытын жоғалтуға. Сол үшін логотипті жасап алуға болатын, болмаса сол жерден нақты негізгі идеяны көруге болатын сайттар бар. Сол сайттарды көрсететін боламыз. Сапалы суреттерді, мысалы Google-дан іздесеңіз, суреттер сапалы болмауы мүмкін. Сапалы болса да жазылу болуы мүмкін. Таза суреттерді алуға болатын сайттар бар. Онлайндағы сұранысты анықтауға болатын сайттар бар. Бәсекелестеріңіздің жарнамаларын қарап отыруға болатын сайттар бар. Мысалы, болмаса жаңағы сіздің нишаңызда алдыңғы қатарда жүрген болады ғой. Мысалы, менің жағдайымда, мен бірыңғай айтамын, Америкада 2 сайт бар. Digitalmarketer.com деген, сосын Social Media Examiner деген. 2 сайт бар. Сол 2 сайт қандай жарнама жібереді, мен кіріп қараймын әркез. Болмаса тағы бір сайт бар. Әлемдік маркетологтар қандай жарнамаларды қазір қосып жатыр. Қандай жарнамалар Facebook пен Instagram'да айналып жатыр. Әсіресе Facebook'ты көрсек, ол жерде айналып жатыр. Ол не үшін керек сіздерге? Идея алу үшін керек та. Яғни сіздің нишаңызда адамдар қалай жарнама жасап жатыр. Мысалы, сіз телефон сатып жүрсеңіз, телефонды сіз қалай сатып жүрсіз, басқалар қалай сатып жатыр. Бұл өте ақпарат алмасуға, идея алуға сондайға өте пайдалы. Сондықтан осындай бәсекелестердің жарнамасын қарап отыруға болатын сайттарды, сервистарды көрсететін боламыз. Және одан басқа қандай да бір сервистер болса, біз барлығын қосатын боламыз. Бұл жерде енді бәрін мен жазған жоқпын. 10 шақты бізде сервис сайттар бар. Солардың барлығын қосатын боламыз. Осы сайттардың сервистерін қолданатын болсаңыздар, осы өмірдеріңіз жеңілдейді да. Мысалы, адамдар Photoshopпен баннер жасайды, Corelмен баннер жасайды да. Мысалы, мен Photoshop, Corel дегенді өмірімде жасай алмадым. Оқыған да жоқпын, керек те емес, себебіміз мынандай басқа оңтайлы жолдары бар. Сол оңай жолдарын қолдану арқылы проблемаларды шешуге болатын көрсетеміз бұйыртса. Енді мына жерде қысқа бағана бірінші кіріспесінде айттым. Жаңағыдай курсқа бұйыртса қатысқан кісілерге бізде клубта мүше болады міндетті түрде. Яғни нетворкинг жасап бір-бірімізбен араласатын боламыз. Яғни дос сияқты, серіктес сияқты араласатын боламыз. Одан кейін екіншісі жаңа айттық, біз 2 аптада бір рет тегін сабақтар беріп тұратын боламыз. Яғни соңғы жаңалықтар, жаңа қандай нәрселер шығып жатыр. Мен жарнама бойынша мысалы соңғы жаңалықтармен бөлісемін, Ыбырайым Қытай жағынан қандай жаңалықтар болып жатыр, сол мәселелермен бөлісетін боламыз. Курсқа қатынасқан адамдарға міндетті түрде қажет кезінде кеңеске жүгіне алатындай жағдай жасап береміз. Яғни кез келген уақытта бізге тікелей шығып, кез келген сұрағын сұрауына болады, біз ол сұрақтарыңызға барымыз жауап беретін боламыз. Одан кейін дропшиппинг мәселесі қалай айналысуға болады.
егер курсқа қатынассаңыздар, мысалы жаңағы тауарды алып келгеннен кейін интерсалға қойып сол арқылы тауарларыңызды қалай сатып отыруға болады. Соның жолын біз курс барысында да енді айтып өтеміз. Егер қиын болса, жеке өзіңізге хабарласып, түсіндіріп, консультация беруге дайынбыз. Кеше осы дропшиппинг бойынша көптеген адамдар хабарласты. Осы жерде бір-екі мәселені мен айта кетейін, қалай ол жұмыс істейді. Қараңыз, сіз Қытай сайтынан тауарды көрдіңіз, сіз ол тауарды көрдіңіз, Қазақстанға алып келгіңіз келіп тұр, сіз біз арқылы алдырасыз, болмаса жаңағы өзіңіз алдыруыңызға да болады, енді егер сол жақта адамыңыз болса. Мысалы интерселмен алдырдыңыз делік, алып келдіңіз, интерселдің қоймасына қойдыңыз. Сіз сол тауардың жарнамасын өзіңіз жасайсыз, сол сізге кеп түскен заявка, адам сізге заявка тастайды ғой, сол заявканы өзіңіз соңына дейін өңдейсіз. Яғни мен осыны адам алам дегенге дейін, яғни ақшасын ол сізге аудару керек. Адам сізге ақшасын аударады, содан кейін барып сіз интерселға айтасыз, мына товарымды ана жаққа беріп жіберіңдер деп. Мынандай адреске, мынандай адамға, мынандай телефонды адамға деп. Біздің менеджерлер алады, оны жаңағыдай салып почтамен, курьермен, болмаса жаңа пойызбен сіз айтқан мекен-жайға жөнелтетін болады. Енді адамдар сұрады ғой, осыған дейін мен алып келген товармен қоса сендерде де сондай товар болса, болмаса басқа біреуде де товар болса, сен оның орнына өз товарыңды немесе жаңағы басқа келіп қойған адамдікін сатып жібермейсің ба деп. Біз оны қалай сатамыз? Біз сізсіз ешқайда қимылдай алмаймыз да, ол товар сіздің товарыңыз. Ол остаток болып тұрады складта. Сізден заявка келіп түскен кезде ғана ол товар шығып кетеді. Сізден келіп заявка түспесе, ол товар ешқайда шықпайды. Енді Алматыдан айтып жатыр ғой, кейбір Алматыдан мысалы заявка түссе, мен сенің жаңағы складың адамын жіберемін, сол кезде беріп жібермейсің ба деген сұрақтар бар да. Ыбырайым мырза өткенде айтты ғой, бізде ең бастысы ол жерде адалдық. Біз аламыз, адам келеді, егер сіздің атыңыздан десе, біз сол сіздің тауарыңызды береміз. Басым көпшілік адамдарды негізінен аймақтардан жасайды да бұндай нәрсені. Алматыдан жаңағы товарды беріп жіберуге ыңғайлы болу үшін. Сондықтан аймақтарға негізінен көңіл бөлу керек. Ал алматылықтар болса, Алматының қаласының тұрғындары болса, онда біз сіздерге оны сенімді түрде айтамыз да, сіздің товарыңыз болса, біз сіздің товарыңызды береміз да оған. Басқа сізбен бәсекелесіп, біз ол товарды әкеп сізбен жағаласып сатпаймыз да ол товарды. Өйткені ол сіздің товарыңыз да. Біз сізге оны әкеп беріп отқаннан кейін сізбен бәсекелесіп, болмаса сіздің товарыңызды бір жаққа қойып, өзіміздікін сату деген мәселе жоқ. Біздің бұл жердегі мақсатымыз сіздермен партнер болу. Яғни сіздер бізбен партнер боласақ, біз сіздермен партнер боламыз. Партнер болудың ең маңыздысы біздің түсінігімізше, біздің серіктесіміздің бизнесі жақсы жүруі керек. Оның бизнесі жақсы жүрген кезде, біздің де бизнесіміз жақсы жүреді. Сол кезде біздің құндылығымыз да өзіміздің ұстанатын. Сіздің жағдайыңыз жақсы болса, онда біздің де жағдайымыз жақсы болады. Сондықтан біз сіздер үшін барынша тырысамыз, ол жағынан алаңдамасаңыздар да болады. Ыбырайым мырза өткенде де айтты ғой, ондай мәселелердің барлығын шешіп беруге ол кісі дайын. Так, егер сұрақтарыңыз болса, енді сұрақтарға көшейік. Так, мен қазір чатты бір қарап шығайын. Егер сұрақтар болса, қазір мен бір жауап беріп кетейін. Так, жаңа ниша жоқ кісілерге ескертті, мына жерде ниша жоқ деп жазыпты. Ниша жоқ кісілерге біз жаңа интерселдің ішіндегі дайын тұрған товарларды сатуларыңызға болады. Бірақ оны өткенде Ыбырайым мырза ескертті ғой. Товар кейде болмай қалуы мүмкін. Сіз мысалы жарнама жасап отқан кезде ол товар наличие бар ма жоқ па біліп отырыңыз да күнделікті. Егер де Қазақстандағы жоқ товарды әкелгіңіз келсе, онда бізге қатынасып курсқа жаңағы тренд товарларды қарап отыратындай жағдайға жетуіңіз керек. Енді сол жақтан алып келетіндей жағдайды жасау керек. Әйтпесе енді басқа нишам жоқ екен деп қарап отыра беруге болмайды, бір әрекеттену керек. Сондықтан ниша жоқтарға біздің ұсынатынымыз курсқа келіңіздер, бізбен жақын араласыңыздар. Біз сіздерге барынша көмектесетін боламыз. Біз жаңа айттық қой бонустарымызды, сол 4-5 бонустың барлығын беретін боламыз. Өндіруге қандай құрал алуға кеңес бересіздер? Осы сұрақ өте маңызды. Осы бұйыртса жақын аралда Ыбырайым мырза осы бір 10 күндікте, бір аптаның ішінде, осы 10 күндіктің жобасында Қытайға барады. Сол кезде арнайы осы өндіру құралдарына соғатын болады. Енді Ыбырайым мырзаға сол кезде осы сұрақтарымыздың барлығын біз беріп жүретін боламыз. Жаңадан шыққан қатты қымбат емес құрылғылардың барлығын сол жақтан қарап, барлығын зерттеп, зауыттарына барып, Ыбырайым мырза барлығын
зерделеп алып келетін болады. Сосын сол ақпараттармен біз барлық адамдармен бөлісетін боламыз. Сондықтан ол жағынан уайымдамаңыз. Біз сізге Айтжан мырза, біздің жаңағы WhatsApp, Telegram-дағы группамызға, чатымызға қосылып алыңыз. Сол жерде біз қосымша ақпарат беретін боламыз. Сіздермен серіктес болу жағы қалай дейді. Тания, сізге айтатынымыз, бізбен жаңа серіктес болудың ең төте жолы ол курстан өту. Курстан өткен кісілермен біз жаңағы бір тілде сөйлесе аламыз. Ары қарай жұмыс істесіп кетуіміз өте жеңіл. Сондықтан курстан өтуге шақырамыз, барлық жаңағы процесті өз көзіңізбен көру үшін. Мысалы жаңағы Қытай жағынан эксперт болу үшін және жарнаманы дұрыс жасау үшін. Әйтпесе мысалы сіз маған хабарласуыңыз мүмкін, мен сізге жаңа жарнама жағынан кеңес берген кезде мен сізге бір нәрсені айтсам, сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Болмаса ол нәрсені сіз бұған дейін көрмеген болуыңыз мүмкін. Сондықтан да маңыздысы біз бір тілде сөйлеуіміз керек. Яғни бір нәрсені айтып тұрғанымызды түсінуіміз керек та. Былай енді серіктес боламыз десеңіз, былай да серіктес бола беруге болады, бірақ ол кезде сізге жаңағы Қытайдағы тренд тауарлардың нарығы жабық болады. Былай сіз серіктесе аласыз, біз Интерселға келіп хабарласып нетсеңіз серіктесе аласыз. ВК-ның жарнамасы керек еді. Біз енді өкінішке қарай ВК-ны жарнама платформа ретінде қарастырмаймыз. Өзіміз осы уақытқа дейін ВК-ны тестілеп көрдік. Бюджетті өте көп жейді, және ол жерде трафик өте көп және трафик сапасыз. Сондықтан да ВК-ны біз негізгі жарнамалық каналдардың ішінен шығарып тастадық. Сондықтан қазір ВК бізде тізімде жоқ. Менің бір сұрағым бар еді, дейді Еркін мырза. Қытайдан болсын, Қорғас кеден бекетінен болсын, сауда жасаушылар, кәсіпкерлер қанша көлемде кеден салығы салады? Егер шектің мөлшерінен асып кетсе, кеден салығы қалай? Осы сұраққа Абрай мырза сабақта толық жауап беретін болады. Енді бұл қазір бір нәрсемен айта салатын жауабы жоқ. Сондықтан да Еркін мырза, сізге айтатынымыз сол Абрай мырзаның сабағынан толық ақпарат ала аласыз. Жаңа мен сізге тасымалдау деген логистика бөлімін айттым ғой, сол бөлімде толық ақпарат берілетін болады. Курсқа қатыспай тек серіктес болсам қандай мүмкіндік болады? Курсқа қатыспай да серіктес бола беруіңізге болады. Бізде қаншама серіктестеріміз бар ғой, солай жүрген. Бірақ олар жаңағы біз айтқан бонустарға иелік ете алмайды. Яғни Интерсел арқылы жұмыс істей беруіңізге болады. Курсқа қатыспай жұмыс істей алмаймын деген нәрсе жоқ. Интерселға келіп, болмаса тікелей отырып, сайтына тапсырыс тастап, бізбен серіктесіп жұмыс жасауыңызға болады. Бірақ енді біз барлықтарыңызды сол курсқа шақырамыз. Курста біз барлығын егжей-тегжейлі сіздерге жаңағы айтқан нәрсені түсіндіретін боламыз. Офлайн бола ма деп сұрапты. Онлайн болады. Онлайн. Осылай күнделікті сабақ болады. Сабақтардың барлығы кешкі уақытта. Көп адамдар жұмыста болады. Сондықтан да біз жұмыстарын ескереміз. Топ жиналып болғаннан кейін топқа ортақ уақытты шығарамыз. Ол 8 болуы мүмкін, ол 9 болуы мүмкін. Қай уақыттан қайда сол уақытқа сабақтарды күнделікті қоятын боламыз. Бұл курста біздің негізгі тағы бір ұстанып жүрген мәселеміз ол сіз негізгі кәсібіңізден, яғни негізгі жұмысыңыздан ажырамай қосымша табыс табудың көзін жасау. Яғни осы курстан өтіп алған адамдарға тауарларды алдырып отыру арқылы негізгі жұмыстан ажырамай, яғни мысалы біреу госслужбада істеуі мүмкін, біреу бір корпорацияда істеуі мүмкін, біреу мұғалім болуы мүмкін да мектепте. Бірақ жұмысын тастағысы келмейтін адамдар болады, өйткені мынау бастап жатқан бизнесіне сенімсіз болады. Сол сенімсіздікті жойғанға дейін сол жерден, сол жұмыстан шықпай, бізбен бірге серіктесіп жұмыс жасай беруге болады. Жаңа дропшиппингтің негізгі мақсаттарының бірі сол да, сіз жаңа негізгі жұмыс орныңызды тастамайсыз. Яғни бір жерде бутик алып, склад алып, тауарын сол жерге әкеліп қою деген мәселе сізде болмайды. Тауарыңызды бізге әкеліп қоясыз, жұмысыңызда отырасыз, сізге заявка түссе, ақшасы төленсе, бізге айтасыз, біз беріп жібереміз. Негізгі принципі сондай да. Өте жақсы нәрсе айттыңыз, жаңа жақсы сұрақ қойды бір кісі. Сондықтан да онлайн болады, онлайн барлығымызға жеңіл. Себебі қазір офлайн десек, тек қана алматылықтар ғана қатыса алатын болып қалады да. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрған кісілер, олар үйренгісі келгенімен қатыса алмайды. Сондықтан да барлығына бірдей қолжетімді болу үшін онлайн болады. Курсқа қатыса алмай қалсақ, Менаркизет сайтына саласыздар ма? Ақылға дұрыс болады еді салсаңыздар. Негізі бұны бізбен бірге өткеніңіз дұрыс. Ал біз ақылы курс ретінде ол жерге инструкциялық видео ретінде салуымызға болады, бірақ сіз ол жерде түсінбеуіңіз мүмкін да жаңағы негізгі нюанстарын. Мысалы Қытай сайтына тіркеліп, ол жерден қалай жаңағы бөлімдерге өту, қалай есептеу, сондай нәрселерді түсінбей қалсаңыз, онда сіз екінші, үшінші сұрақтар пайда болған кезде
бізбен байланысуыңызға тура келеді ол кезде. Сол бір жері қиын болады, сондықтан да курсқа қатынасып, курстан үйреніп алғаныңыз дұрыс. Курстағы барлық сабақтардың барлығы жабық доступта, сіз қатысқан кісілер үшін қолжетімді болады. Кез келген уақытта кіріп, сол бір жер не деп қарап алуларыңызға болады да, сондықтан ешқандай проблема жоқ. Сәлеметсіз бе, курс бағасы қанша дейді. Курс бағасы 50 000 теңге. Төлемдер сәрсенбі күнгі 12-ге дейін қабылданады. Күндізгі 12-ге дейін. Жақсы онлайн оқуға бола ма дейді. Ердар мырза, онлайн оқытамыз. Барлықтарыңызға қолжетімді болу үшін сабақ тек қана онлайн болады. Так, Шардара деген кісі, мен қатысқым келеді, ол үшін не істеймін? Мен қазір номерімді осы чатқа қалдырайын. Сол жерге маған жазсаңыз, мен сізді Telegram чатымызға қосамын осы курстың. Сол жерде бізде барлық реквизиттер бар. Өзіңізге жекеңізге де жіберіп берейін. Бастысы төлем жасасаңыз, біз сізді жеке төлем жасағандар чатына қосамыз. Сосын сәрсенбі күні бұйыртса кешкісін сабақты бастаймыз. Ыңғайлы уақытты белгілеп, бірінші сабақты сәрсенбі күні бастаймыз амандық болса. Курсқа қатыспағандарға тауар алдыра аласыздар ма, және серіктес бола аламын ба? Мен бұл болған тауарыңызды жаңа жауап бердім бұл сұраққа. Қатыспасаңыз да интерсел арқылы тауарларыңызды Қытайдан заказ беруіңізге болады. Бірақ жаңа курсқа қатысудың мен артықшылықтарын айттым, соны ескерсеңіз болды. Бауыржан мырза, курс қанша уақыт болады? Қай уақыттары? Мен қазір қосылдым. Так, курс 12-ші қыркүйек күні басталады. 2 күннен кейін сәрсенбі күні басталады. Кешкі сағат 8-де немесе 9-да айттым. Уақытын топпен бірге белгілейміз. 6 сабақ болады. 3-еуі Қытайға қатысты, 3-еуі маркетингке қатысты, яғни жарнамаға қатысты. 10 күн болады. Әр күннен кейін бір күн демалыс болады. Яғни практика жасауға мүмкіндік беріледі. Сосын әр күні жеке-жеке сұрақ жауапқа, одан кейін қатемен жұмыс жасауға біз тікелей эфирді тегін жасайтын боламыз. Бауыржан мырза, сұрағыңызға жауап бердім ба? Жауап бермесем, эфирдің алдыңғы жағын көруіңізге болады. Болмаса чатқа қайталап сұрағыңызды қойыңыз, жауап бере кетеміз. Так, Талғат мырза, аймақтарда магазин ашуға бола ма интерсел? Біз бұл сұрақты негізі ойда бар, қарастырып жатырмыз. Бізге жекеге шықсаңыз, негізгі моменттерін айтып береміз, қандай нюанстары бар екендігін. Талғат мырза, жеке хабарласыңыз. Бауыржан мырза, дропшиппингпен айналысу үшін минималды қанша тауардан алдыртуға болады? Ол жерде минималды деген жоқ, яғни зауыттың минималды бағасын қойып, ол жерде әр тауардың өзі минималды тапсырысы тұрады. Зауыт жаңа сайтқа кірсеңізше 1688 ішінде. Сол зауыт шығарып бере алатын минималды мөлшермен кез келген тауарды алдырып қоя аласыз. Мысалы 2 штук, 5 штук, 10 штук деген сияқты. Енді өз қаражатыңызға қарай ғой жерде. Яғни зауыттың мысалы минимум тапсырыс деген болады оларда. Яғни бір тауарды шығарып беретін болса, онда бір тауарды әкеліп қоюыңызға болады. Бірақ енді анау жақтан бір тауарды 10 күн бойы алдыртып, сол бір тауар сатқаннан гөрі енді жанына қосасыз ғой 1-2 тауар, 1-2 тауар. Так, курс қай қалада болады? Курс Алматыдан тікелей эфир жасаймыз. Егер Алматыдан қатысатын кісілер болса, күнделікті кеп кеңестерін алып кетуге болады. Бізден кеп, мысалы біз жаңағы отырған жерімізді барлық адрестерін береміз, кеп алып кетулеріңізге болады. Ал онлайнда отырған кісілер үшін, басқа қалалар үшін біз жаңа айттық қой, әр күні жеке-жеке онлайн сабақтарды ұйымдастыратын боламыз. Одан кейін де мысалы түсінбей қалған жерлер болса, жекеге шығып хабарласса, сол жекеге шыққан кезде барлық процестерін біз көмектесетін боламыз. Түсінбей жатқан жерлерін, істей алмай жатқан жерлерін, шықпай жатқан жерлерін шығарып көмектесетін боламыз. Ассалаумағалейкум, алейкум сізге. Амин, рахмет. Өте жақсары пайдалы көз, Қытаймен көрші болғанымыз. Рахмет, Сырым мырза, Алла разы болсын. Так, Шопикон курсының айырмашылығы қандай? Шопикон деген курсты білмедім, шынымды айтсам, естімедім. Егер де енді біз жаңағы айырмашылықтарын айттық қой. Егер де о жақтың курсын білетін болсаңыз, енді айырмашылығын өзіңіз бағамдауыңызға болады. Біздің жаңағы басты айтып отырғанымыз, сіздер эксперт болса екен, сосын жаңағы трендті қалыптастырушы, трендсеттер болса екен деген мақсат біздің ойымыз. Жадыра ханым, оқу қанша уақытта созылады, практика жүреді ме? Оқу 10 күн. Оқу 10 күн, 6 сабақ, 3 сабақтан 3-еуі Қытайға, 3-еуі маркетингке қатысты. Практика болады. Бір күн практикаға беріледі. Сол күні кешке тура осылай мен эфирге шығып,
барлығыңызбен жеке мысалы сұрақтарыңыз қоясыздар ғой. Ана кнопканы басып едім, мынандай жарнамам шықпады десеңіз, мен сол жерге барып соны былай басу керек деп тағы қатеңізді дұрыстап сол жерін көрсететін боламын. Ол жағынан проблема жоқ. Егер ол жерде де түсінбей қалсаңыздар, тағы да түсіндіреміз. Сіздер, біздің мақсатымыз курстағы сіздер толығымен осы екі блокты меңгеріп шығу. Осы екі блокты сіздер бір-біріне қоса алсаңыздар, өте жақсы маман, өте жақсы эксперт боласыздар да. Сарапшы бол деп отырғанымыз сол да. Сіз жарнама жағынан сарапшы болуыңыз керек, Қытай жағынан сарапшы болуыңыз керек. Екеуін біріктірген кезде сіздің бизнесіңіз өсу керек. Біздің мақсат сол негізі. Курс қашан басталады? Курс сәрсенбі күні, сәрсенбі күні 12:09 осы қыркүйектің 12-сі күні басталады. Ақысын бөліп төлеуге бола ма дейді. Негізі біз ақысын 100% предоплата жасатқызамыз барлығына. Енді жағдайларыңызға қарай, егер де мысалы кейбіреуде шынымен жаңағындай түсіністік танытуға болатын жағдайлары болады, бізге жекеге шығып жазыңыздар, WhatsApp-қа, Telegram-ға. Біз сіздердің жағдайларыңызды қарастыратын боламыз. Жадырахан маған тікелей жазыңыз, мен номерімді қалдырамын осы жерге. Қай уақыттарға дейін төлеу керек? Сәрсенбі күнгі күндізгі 12-ге дейін төлеу керек. Сәрсенбі деген 12-сі күнгі күндізгі 12-ге дейін төлеу керек. Курстың ақшасын бөліп төлеуге болмай, жауап бердім жаңа. Төлемді қалай жасаймын? Төлемді біз Telegram чатта реквизиттердің барлығын қалдырдық. Болмаса мен қазір номерімді қалдырам, маған тікелей жазсаңыздар, мен сіздерге реквизиттердің барлығын жіберемін. Төлемді қалай? Интернет дүкен қалай ашуға болады? Жақсы сұрақ. Интернет дүкен қалай ашуға болады дейді. Біз жаңа сайт деген бөлімді айттық қой. Сол жерде біз сайт жасауды көрсетеміз сіздерге. Сол жерде интернет дүкен деген мәселені мен жаңа ұмытып бара жатыр екен. Интернет дүкен деген мәселені көрсететін боламыз. Интернет дүкенді қалай жасау керек? Көп адамдар қателесуі мүмкін, мысалы жаңағыдай қымбатқа 200 мың, 300 мың, 400 мыңға интернет дүкен жасатады. Мысалы сіз Интерсел сияқты сайтты қазір біреуге заказ беріп жасататын болсаңыз, сізде 500 мың теңге, 600 мың теңге алуы мүмкін да ол адам. Тіпті миллионға дейін сұрауы мүмкін. Сізге ол біріншіден материалдық тұрғыдан тиімсіз, екіншіден сіз ол сайтты басқара алмайсыз әзірге. Сондықтан біздің ұсынатынымыз жаңағы жылдам жасалатын платформадағы сайтты интернет магазин ретінде жасап алуды көрсетеміз. Қалай жасап алуға болады? Бір емес, бірнеше тауарларды қоя аласыз. Сол арқылы өзіңіздің интернет магазиніңізді тестілеп алуға болады. Қазіргі сол арқылы тестлейін деп, сол сайттан әлі жұмыс істеп жүрген мен сайттарды сіздерге көрсететін боламын. Сабақта практика жүзінде көрсететін боламын. Енді интернет магазиннің артықшылығы қандай болу керек? Адамға керегі ол жерде каталог ше сізден. Бастысы сізден каталог керек, сосын тапсырыс қалдыратын жер керек. Тапсырыс қалдырғаннан кейін сіз ол адамға хабарласасыз, хабарласқаннан кейін сол адамды сендіру керек ең бастысы. Енді біз курс барысында көрсетеміз, адамдарды қалай сендіруге болады. Яғни мысалы сіз өзіңіз Оралда отырсыз, Өскеменнен сізден бір тауар адам алатын болса, сіз ол адамды алдап кетпейтініңізді, лақтырып кетпейтініңізді айтқаныңызда қалай сендіре аласыз ол адамды? Өзінің жолдары бар, яғни жаңағыдай сайтыңыз болу керек деген нәрсе бар. Ол жарнамаңызды көріп беру керек. Сайтыңызда барлық толық өзі болу керек ақпараттар бар. Сол ақпараттарды қойсаңыз, адам сізге сенетін болады. Сондықтан интернет магазин жасағыларыңыз келсе, біз сол интернет магазиннің мини интернет магазинді көрсететін боламыз. Сол жерден тестілеп алып, жақсы қаржы пайда тапқан кезде барып үлкен интернет магазинге тапсырыс беретіндей жағдайда боламыз. Бірден интернет магазин үлкен кодпен жасауға программистерге тапсырыс беруді мен өзім ұсынбаймын. Бірінші тестілеп алыңыз жақсылап, содан кейін барып сол интернет магазинді ары қарай жасауға өтуге болады. Так, мен қазір номерімді қалдырайын мына жерге. Так, мен номерімді қалдырдым. Сұраған кісілер болса 705 773 55 88. Так, Шалхан мырза, рахмет. Так, Интерсел магазиніне барып оптым заттар ала аламыз ба? Yok, сізбен Алматыда қасыңызда оқи аламыз ба? Жалпы курсқа тіркеліп төлем жасасаңыз болды да, сосын күнделікті келіп бізден сол жерден ақпараттарыңызды алып жүруіңізге болады. Мысалы, кеше сабақта мынандай жерінде түсінбей қалдым, болмаса мынандай жер қалай жасалады деп сол жерден сұрайтын болсаңыз, бізден офисқа келіп сол жерден ақпарат ала беруіңізге болады.
Бірақ офлайн сабақтарды біз әзірге қарастырып отырған жоқпыз. Себебі айттық қой, біз бәріне қазір бірдей құқық бергіміз келіп тұр да. Оралда отырған адам да, Ақтауда отырған адам да, Алматыда отырған адам сияқты ақпаратты алуға құқылы. Сондықтан біз оның құқығын ескеруіміз керек. Сондықтан әзірге офлайнды алдағы уақытта енді бұйыртса болады, бірақ осы бірінші қадамдарды осы онлайнмен бастаймыз бұйыртса. Дропшиппингпен курсқа қатыспасақ та пайдалана аламыз. Дропшиппингті курсқа қатыспасаңыз да пайдалана аласыз. Бірақ ол кезде сіз оның өзіндік белгілі бір шарттары бар. Оны бізге тікелей хабарласып нақтылауымыз керек болады. Яғни сіз белгілі бір жерден, біз басқа жерден товар алып келіп қоюыңыз мүмкін ба, әлде біздің товарды пайдаланасыз ба, сол жерлерін нақтылау керек болады. Ал егер курсқа қатысқан кісілердікі, оларды нақты түсінікке товарын әкеліп біздің стартқа қойып қоюға біз рұқсат береміз. Дүкенге адам жинаудың қандай оңай жолы бар дейді. Енді дүкен деген қазір енді офлайн точка болып қалды ғой. Кеше Ыбырай мырза да өзі айтты. Негізі онлайн жасаған көп кісілер осы офлайн точканы ашуға көп тырысады негізі. Өйткені жаңағыдай клиенттерді бір жерге шақыру, мысалы товарыңызды көргісі келіп қалуы мүмкін да, сіздің өз қалаңыздан болатын болса. Егер де енді офлайн точканы продвижение жасау үшін оған енді жаңа маркетингтік құралдарды пайдалану керек. Ол жерде мысалы сіз бір акция болмаса жаңағыдай бір нәрселерді өткізуіңіз керек. Сол нәрселерді интернетте жақсылап жарнамаласаңыз, мысалы көп дүкендерді қарасаңыздар, ашылуы болатын кезде сол ашылуына дайындайды адамдарды алдын ала. Тура солай адамдар сізді ұмытып кетпес үшін, яғни бір жерде орналасқандығыңызды, сол адамдардың есіне сіз салып тұруыңыз керек, және қандай да бір акция бірдеңелерді жасап, ол адамдарды дүкенге алып келуге мәжбүрлеу керек. Мысалы біз Каспийдің акциялары болған кезде Алсерге, Технодомға барамыз ғой. Себебі жаңағы белгілі бір дәрежеде бізге жеңілдік ұсынады, 0% переплата 12 айға немесе 24 айға деп. Адам бәрібір барады. Сол сияқты бір ұсыныстар арқылы біз адамдарды офлайн нүктемізге тартуымыз керек та. Яғни соны біз интернетте ақылы жарнамаға салып, адамдар тартатын болса, онда офлайн нүкте тірілетін болады. Жарайсыңдар. Ыбырай бауырыма сәлем айт. Бұл курс жалғасын табуы тиіс. Бұйыртса келесі айларда болады, амандық болса, алдағы уақытта тағы да адамдарды қабылдайтын боламыз. Ары қарай біз кеңейткіміз келеді да, көп жүйемізді. Әр потокта біз адамдарды оқыту арқылы біз сол адамдарды тек қана өзімізбен емес, бір-бірімен байланыс ұстауға, олардың да бір-бірімен ары қарай серіктес болып кететін жағдайлар болады. Сондай бір жақсы әрекеттердің орындалуына ары қарай себепші боламыз міндетті түрде. Одан кейін біз жаңа айттық, адамдардың барлығын бір-бірімен араласуына және бізден қажетті ақпараттарын алып отыруға сол жерде біз жағдай жасайтын боламыз. Так, нөлден қалай бизнес жасауға болады, қандай жолдары бар дейді. Қараңыз, нөлден жасаған дегенде шамалы болса да негізі вложение керек бәрібір. Енді шамалы деген 50 мың, 60 мың болса да сізге вложение керек. Себебі сізде белгілі бір дәрежеде бір жерде товар болу керек. Мысалы, Қытайдан товар алдыруыңыз керек. Болмаса жаңағыдай мысалы Интерселдің негізгі товарларын пайдаланып, соны жарнамалауыңызға болады екен, нөлден бастаймын десеңіз. Одан кейін ең маңыздысы, интернетте жарнама берген кезде, мысалы Facebook пен Instagram'да алатын болсақ, ең алғашқы тіркелген адамдар үшін доллармен $25, рубльмен 500 рубль тегін жарнама жасауға, яғни кредитке жарнама жасауға мүмкіндік береді. Осы мүмкіндікті пайдалануыңызға болады. Мысалы, күндік бюджетіңіз $5 болатын болса, немесе 100 рубль болатын болса, сізге 5 күнге былайша айтқанда тегін жарнама жасауға мүмкіндік береді. Яғни нөлден ешқандай ақша салмайсыз жарнамаға. Содан кейін барып сол $25 лимитке жеткеннен кейін Facebook сізден сұрайды, давай енді төлеңіз, ары қарай сосын жарнаманы жалғастырамыз деп. Осындай жарнамалық тұрғыдан алған кезде өзінің таргет жарнаманың плюсы бар сондай. Яғни кредитке жұмыс істеу арқылы сіз алғашқы этапта жарнамаға төлемей-ақ қоюыңызға болады. Бірақ енді жарнамаға ақша аямағандарыңыз дұрыс. Жарнамаға ақша аямаған сайын сіздің жарнамаларыңыз сіздерге инвестицияңыз бірнеше есе болып қайтуы мүмкіндігі жоғары. Бірақ енді ол жарнама өз деңгейінде қайту үшін оны дұрыс жасау керек. Дұрыс жасау үшін өзінің жолдары бар. Сондықтан жарнаманы жасауды үйренген, ең дұрысы үйренген.
енді клиенттің ақысымен бастау керек дейді. Нұрас мырза дұрыс айтады. Жақсы товар, жақсы клиент дұрыс айтады. Ассалаумағалейкум. Курс қандай уақытта болады? Күндіз жұмыста болса қалай қатысамын деген ой келіп тұр. Сосын курсқа қатысу үшін ақшадан басқа қандай құрылғылар керек? Өте жақсы сұрақ. Мына Нұр мырза қойып отыр. Біз жаңа айттық қой, осының басында айттық. Так, эфир соңып қалған жоқ қой достар. Так, чатқа қазір маған жазып жүресіздер ме? Эфир соңып қалған жоқ па? Өтініш, чатқа қазір. Так, чатқа қазір сапасын эфирдің бағалап жүрсеңіздер. Жақсы. Так, жаңа күндіз жұмыста болатын кісілерге өте маңызды сұрақ. Жаңа біз айттық қой, біздің мақсатымыз сол. Жаңағы көп адамдар жұмыста болады. Жұмыста болғанда сол негізгі жұмыстан ажырағысы келмейтін адамдар болады. Сол кісілерге біздің ұсынғымыз келіп отырған мынандай: сіздер кешкі уақытта отырып үйреніп алуларыңызға болады. Кешкі уақытта. Яғни 8-де 9-ға біз сабақты қоямыз. 1-2 сағат уақыттарыңызды арнайсыздар. Соны келесі күні практика жасайсыздар. Келесі күні қатемен жұмыс жасаймыз. Сөйтіп 10 күн бойы біз бір-бірімізбен жұмыс жасаймыз. Сол 10 күнде сіздер белгілі бір дәрежеде үйреніп шығуларыңыз керек. Яғни негізгі жұмыстан қолдарыңызды үзбейсіздер. Яғни негізгі жұмысты жоғалтпайсыздар, қосымша білім меңгересіздер, қосымша қабілеттерді үйренесіздер, және сол арқылы қосымша табыс табуға болады. Сол біздің айтқымыз келіп отқаны сол. Біз үшін сол өте маңызды болды. Көп адамдар соны сұрады, біз сосын осы нәрсені беруді жөн көрдік. Сондықтан Нұр мырза, егер қатысам десеңіз, алаңдамай қатыса беруіңізге болады. Яғни жұмыстан кейінгі уақытта, одан кейін әр эфирдің видео запистері сақталады. Осы каналда жабық форматта тұрады, тек қана сіздер ғана кіріп көре аласыздар. Яғни қатысқан кісілер ғана кіріп көре алады. Ол сіздерге қалады, өздеріңіздің сатып алған тауарларыңыз сияқты қолдарыңызда қалады. Сосын сол тауарды видеоны кез келген уақытта кіріп ары қарай қарауыңызға болады. Ешқандай проблема жоқ. Сосын жаңа біз айттық, кеңесін барлығын өзіміз беріп отыратын боламыз. Так, мен ББ сабақтарына қатысатын едім. Сіздердің онлайн сабақтарыңыз ББ сабақтарына тұспа-тұс келіп қалатын секілді. Сіздердің онлайн сабақтарыңыз сақталады ма? Келесі күн көрген. Мына мен Жадыра ханым точно осы сұраққа жауап беріп жатыр едім. Курсқа қатысқан біздің әрбір қатысушыға біз жаңағы айтқан бонустарды айттық қой мына жерде. Сол бонустардың барлығы сақталады. Бұлар толыққанды сақталады, қалады. Кеңес беру, сабақтарды кейін көру, түсінбей қалған жерлеріңізді жөндеу, барлығы сіздерге қолжетімді болады. Кез келген уақытта. Алматыда болсаңыздар, тіпті келіп, жанымызға келіп, сұрап алуларыңызға болады. Мен түсінбей қалып едім, көрсетіп жіберіңізші деп ашып. Сол уақытта біз бос болсақ, сіздерге уақытын айтамыз, осы уақытта келіңіз. Сол уақытта сіздерге сұрақтарыңыз бойынша консультацияны тегін беретін боламыз. Сондықтан уайымдамаңыздар. Сіздер заттарды адамдарға қалай жібересіздер? Сіздер деген сөз шығар деп ойлаймын, сөздер деген. Дударай, сізге тауарды негізі Қазақстан бойынша 3 жолмен жіберіп жатырмыз қазір. Біріншісі, ол курьерлік компаниялар арқылы. Олар енді сәл қымбаттау шығады, бірақ есікке дейін жеткізіп беру қызметі бар. Адреске дейін жеткізіп береді. Одан кейін екіншісі почта арқылы. Почта енді ұзақ жүреді. Батыс Қазақстан облыстарына жіберетін болсаңыздар, енді бір аптадан ұзақтау жүруі мүмкін. Үшінші жолы пойыз арқылы. Егер де клиентіңіз үш жолдың қайсысын таңдаса да, сол жолдың кез келгеніне салып жүруге болады. Бірақ ең оптималды нұсқасы ол пойыз. Пойыз мысалы Батыс Қазақстанға 2-2,5 күнде барады. Ал почтамен жүретін болсаңыз, ол 7 күннен 10-13 күнге дейін аралықта жүреді. Курьердің өзі солай ұзақ жүреді, бізден бірыңғай жіберіп жүргеннен кейін уақыттарын білеміз ғой. Ең оптималды вариант, ең дұрысы ол пойызбен жіберу. Пойыз баратын болса. Енді пойыз бармай қалса, онда жаңағы альтернатива ретінде почтаны немесе курьерлер қызметтерін пайдаланамыз. Яғни жаңа дропшиппинг арқылы мен сіздер арқылы жіберсем деген сұрақ шығар деп өзім ойладым да, яғни тауарымды немен жібересіздер? Осы 3 түрлі жолмен тауарларыңызды жіберіп береміз. Салық мәселесі қалай болады? Тауардың қайдан және қалай келгенін растауды талап етпей ме органдар? Жоқ, ондай мәселе жоқ.
бұл жерде барлығы шекарадан жаңағы растаможка жасалады ғой, Қазақстанға кіргеннен кейін баж салығы төленеді ғой. Сол сіз мысалы тауарды күтіп аласыз ғой, сол кезде сіз баж деп аталатын салық бар ғой, растаможка жаңағы. Соны сіз мемлекетке төлейсіз, ол мемлекетке кетеді. Одан кейін тауар сіздікі болып қалады. Ары қарай тауарды өзіңіз білесіз, не істейсіз, сатасыз ба, сатпайсыз ба, үйіңізге қоясыз ба. Одан кейін тауар сіздің өзіңіздің меншігіңіз болып қалады растаможкадан кейін. Сайтты қандай платформамен жасауды үйретесіздер? Сайтты біз негізі өзіміздің қолданатын платформамыз бар, сол платформа арқылы үйрететін боламыз. Өте жеңіл жасалады ол жерде. Лендинг пейдждарды сол жерде жасаймыз. Ол жаңағы интернет-магазин болуы мүмкін, ол бір товарға арналған сайт болуы мүмкін, ол өзіңіздің компанияңызға арналған сайт болуы мүмкін. Соның барлығын сол платформада жасауды үйрететін боламыз. Қатысқаннан кейін видео жібересіздер ме, түсінбей қалсам. Нурик мырза, Нурик деп қойып салдыңыз да, Нұрбол ма? Сізге жаңа айттық қой, қатысқан адамдарға барлық 4 бонустың барлығы сақталады. Видеозапистардың барлығы сақталады. Сіз 10 күнде 10 видеозапис болса, 10 күннің 10 видеозаписінде сілтемесін береміз. Сол сілтемеде ол кез келген уақытта YouTube сөніп қалмағанынша қолжетімді болады. Яғни сіздің ол жеке меншігіңіз, сіздің ол құқығыңызда, сіз оның тауары сияқты төлеп сатып алған нәрсеңіз. Сондықтан бұл сұрақ талқыланбайтын сұрақ. Кез келген видео сабақ барлығы сіздерге қолжетімді болады. Егер де сіздер мысалы жаңағы жарнамадан бір нәрсені түсінбей қалатын болсаңыздар, біз сіздерге арнайы инструкциялық видеоларды жасап береміз. Мысалы мен жарнамаға қатысты инструкциялық видеоларымды сіздерге жасап беремін. Яғни ананы бас, мынаны бас деген кәдімгі инструкция, нұсқаулық видеоларын дайындап беремін. Сондықтан да курсқа қатысқан кісілерге бонустар толығымен сақталады, оны уайымдамаңыз. Мысалы курсқа қатысып жүріп, кейбір адам ауырып қалуы мүмкін, хабарсыз кетуі мүмкін. Ол кісілерге барлығына сақталады. Видеоларды көре алмай қалса, видеолардың запистары ол кісілерге толығымен беріледі. Сондықтан ешқашан уайымдамаңыздар. Барлығы бұл жерде адал, барлығын сіздер үшін жасайтын боламыз. Сондықтан да ол жағынан алаңдамасаңыздар да болады. Олег бауырым, бәріміздің тауып жүргендеріңдер. Рахмет Қасым мырза, Алла разы болсын. Арнайы портал бола ма группаға? Енді бізде әлі порталымыз жоқ, алдағы уақытта құратын боламыз, бірақ негізгі біздің сабақтарымыздың барлығын осылай онлайн форматта көретін боласыздар. Так, мен ауылда тұрамын, почтамен жібереме, ол қанша болады? Енді почтамен жіберіледі, почтамен жіберген кезде оның бағасын енді почтадан есептеу керек болады. Бір өзі белгілі бір килограммға дейін, мысалы 1800 теңге, 5 килограммға дейін ба тауарлардың барлығын 1800 теңге болады. Біз почтамен көбірек жібермегеннен кейін ұмытып қаламыз. Егер қажет болса, біз оны сізге біліп бере аламыз. Сол 1500 теңге, 1700 теңгенің көлемінде болады 5 килограммға дейін тауарлар. Так, чат қатып қалды мұны. Так, ассаламу алейкум, осы курс қанша тұрады ғой? 10 күндік курс 50 мың теңге тұрады. 10 күндік курс 50 мың теңге тұрады. Так. Почтамен жүрген кезде тауардың салмағы мен объемына қарай олар есептейді, сол бойынша жіберілетін болады тауарларыңыз. Так, жақсы. Қосымша сұрақтарыңыз болса, қазір жауап берейік. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда бір сағаттай эфирімізді өткіздік уақытымызды. Так, тағы бір сұрақ, менде оптым аяқ киім бар. Сіздер арқылы тағы да алдырып, соны оқу курсы барысында интернет-магазинге қойып сатса бола ма? Егер өзіңіздің тауарыңыз болатын болса, яғни өз тауарыңды қойып сатуға бола ма десеңіз, бізге қосымша жекеге шығып хабарласыңыз. Біз сізге өз шарттарымызды жіберетін боламыз, Сіздер Қытайдың қай дүкенінен аласыздар тауарды? Дүкен болғанда бұл жерде зауыттан аламыз. Бізде 1688 деген сайт бар. Мен сіздерге қазір қалдыра салайын. 1688. Сол сайтқа кіріп көруіңізге болады. Яғни бұл сайтты толығымен қолдануында Ыбырайым мырза сіздерге көрсететін болады. Қалай қолдану керек, не істеу керек, тренд тауарларды қайдан қарау керек деген мәселелердің барлығын осы жерден қарай алатын боласыздар. Так, товарды пойызбен салып жіберсе, клиент қалай күтіп алады? Клиент кәдімгі пойызды күтіп алады. Пойызды күтіп алып, сол жерден проводниктен бір тауарын алып кетеді. Көп адамдарға осы ыңғайлы, өйткені барып алып кету ыңғайсыз болуы мүмкін да. Бірақ көп адамдар өздеріңіз ертең осы процеске кіргеннен кейін түсінесіздер да, адамдар өзі пойызбен салып жүр дейді, пойызбен салып жүр. Почтадан бір апта күте алмаймын дейді. 10 күн күте алмаймын дейді, мысалы. Өйткені бізде почталар өте баяу жұмыс жасайды. Почтада баяу жұмыс жасайды, курьерлік компанияларда өте баяу жұмыс жасайды.
стандартты пакеттер ше, енді андай экспресс пакеттен алып бірақ олар қымбаттау. Сондықтан ең оптималды вариант пойыз. Пойызбен жылдам барады. Сосын пойыз әйтеуір сенімді ғой, рельсте жүрген нәрсе. Сенімді, ол көп жаңағыдай апатты жағдайға ұшырай қоймайды да. Тауарыңыз діттеген жеріне уақытында жетеді. Так, қандай заттар көп өтіп жатыр дейді. Мына осы сұрақ қой біздің бағанадан айтып жатқанымыз. Қандай тауарлар көп өтіп жатыр? Мысалы, адамдардың негізгі проблемасы осы ғой. Қандай тауар өтіп жатқанын білмейді да, қандай тауар тренд екенін білмейді. Сосын жан жаққа қараймыз да, нені алу керек екендігін білмей, әйтеуір бір затты алып, соны сатуға тырысады. Енді біздің осы жерде айтқымыз келіп тұрғаны сол ғой. Сіз сол не товар көп өтіп жатыр, қандай товар көп өтіп жатыр. Соны сіз алдымен өзіңіз қарап отырып, сол товарды Қазақстанға әкеліп, ең бірінші болып, болмаса алғашқылардың бірі болып кіргізу да сол товарды. Біздің айтып отырғанымыз сол қазіргі. Сол бұл өте маңызды деп отырғанымыз сол ғой. Көп адамдар жаңа әкеп жатып біреуден алып сатады, болмаса жаңа не сатарын білмей жүреді, жаңа нишам жоқ деп ойлайды да. Ниша жоқ емес, негізі ниша бар, бірақ сол нишаны жаңағы қарау керек та, қарап отыру керек, қандай товарлар шығып жатыр, соның барлығын қарап отыру керек, соны нишаға айналдыру керек. Сол жерден әкеліп, тікелей заводтан әкеліп, сол сатуды әдетке айналдыру керек та. Соны біз көрсеттік қой сіздерге достар, алдыңғы сабақта. Абырай мырза жеке көрсетті, осы 3 товарды біз көрсеттік қой. Қазақстанға бізге әкеп, сол Қытайдан әкеп отыр ғой бәрі. Бізге әкеп 5 есе қымбат сатып отыр. Сағартатын құралды көрсетті, сумканы көрсетті, анау портфель болатын және рюкзак болатын деген сияқты. Сол сумканы көрсетті. Анау машинаның әйнегіне жабыстыратын пленканы көрсетті, Бұл тауарларды Қазақстаннан жоқ, көрсетті ғой. Тек қана жаңа украиндар сатып отыр, орыстар сатып отыр, 5 есе наценкамен сатып отыр. 500%. 500% қосып отыр. Енді соған ішіміз ашиды әрине. Сол тауарларды сатып алып отқан біздің азаматтарымыз осы жерде жергілікті халық сатып алып отыр. Біздің сол сіздерге айтып отқанымыз сол ғой. Сол тауарлар ана Қытайда дайын тұр. Соны әкеп Қазақстанға сізге 5 есе қос деп айтпаймыз, 2 есе, 3 есе қоссаңыз, сіз олардың алдында бәсекелестік артықшылығыңыз пайда болады еді. Сондықтан біздің айтқымыз келіп тұрғаны сол мәселе. Өз нарығымызды өзіміз қамтамасыз ете аламыз негізі. Сол нәрсені қамтамасыз етейік деген нәрсе да. Так, мен оқығым келеді, бірақ ақшам жетпей тұр дейді. Янар мырза, егер ақшаңыз жетпей тұрса, так, бізге жекеге хабарласыңыз, біз сіздің мәселеңізді қарастырып көреміз, яғни қандай жағдай жетпейді. Біз жаңа айттық қой, адамдарда ерекше жағдайлар болуы мүмкін. Біз ондайларға түсіністікпен қарай аламыз. Бізде басты құндылық, бізде адамгершілік. Мысалы, Абырай мырза екеуміз бір анадан бір әкеден тумағанбыз да, бірақ бір анадан бір әкеден туғандай араласамыз да, бір-бірімізді сыйлап. Мен ол кісіге ағам сияқты қараймын, ол кісі маған інім сияқты қарайды, інісі сияқты қарайды. Сондықтан да біздің арамызда сондай түсіністік орнаса, біздің жанымыздағы қосылатын адамдардың барлығына да сондай бір орта қалыптастырғымыз келеді. Яғни адамгершілік құндылықтарға негізделген бизнес жүргізетін бір қазақы ортаны қалыптастырғымыз келеді. Сондықтан да бізге хабарласыңыз, ол жерде қысылатын, қымтырылатын ештеңе жоқ. Кез келген шарттарды біз сізге қарастырып, болмайтын болса болмайтынын айтамыз, болмаса жолын айтамыз да, қалай істеу керек екендігін. Так, курсты клиенттерге жеке үйретесіздер ме дейді. Жеке енді бізден консультация ретінде келіп алуларыңызға болады. Ол мүлде бөлек болады. Консультация, коучинг деген нәрсе бар, жеке коучинг жүргізетін. Ол бөлек болады. Курс бөлек болады. Егер консультация, жаңағыдай коучинг керек болса, оған жеке хабарласыңыз, жаңа номерімді жоғары жақта мен қалдырдым. Так, жақсы рахмет, керек болсаңыз WhatsApp-тан жазамыз. Иә, WhatsApp-тан жазсаңыздар. Так, келесі курс қай кезде? Осы 10 күндіктен кейін бұйыртса, оны алдағы уақытта хабарлайтын боламыз. Так, Қытайдың бір сапалы киім фабрикасына тікелей шығып, соның тауарын сатса бола ма Интерсел арқылы? Я, Интерсел арқылы сату дегенді жаңа айттық қой, дропшиппинг. Сіз тауарыңызды әкелесіз, бізге қоясыз, біз арқылы сатасыз тауарыңызды. Біздің қоймада тұрады тауарыңыз. Тауарыңыздың жарнамасын өзіңіз жасайсыз, заявканы өзіңіз аласыз. Біздің менеджерлер сіз айтқан жаққа тауарыңызды салып жүреді. Так. Солай. Так,
айтпақшы интерселден қалай тауар аламыз, ақша алдын ала ма дейді. Иә, ақшаңызды алдын ала төлейсіз, біз сізге тауарыңызды жаңа келіп беретін боламыз. Так, 1688 терең үйретсеңіздер. Иә, Бауыржан мырза, осы курста 1688-дің ешкім білмейтін, осы уақытқа дейін ешкім қолданбаған, Қазақстанда да қолданбайды ау деп ойлаймыз, 90% адам қолданбайды ау деп ойлаймыз да. Сол бөлімдерін үйрететін боламыз. Ол жаққа ешкім кірмеген бөлімдері бар. Сол бөлімдерге сіздерге доступ алып беретін боламыз. Сол жерге кіріп, сіз жаңа тренд тауарларды қарай алатындай жағдай жасап беретін боламыз. Так, сіз арқылы тауар сатсақ, сіздерге ақша төленбейді. Жоқ, айтып отырмын ғой, егер де сіз курсқа қатыссаңыз, біздің қоймамызға келіп тауарыңызды қоясыз. Сол жерден тауарларыңызды өзіңіз айтқан жаққа біз тауарларыңызды жіберіп беріп отырамыз. Бастысы тауарларыңызды интерсел арқылы алдырып, курсқа қатысып, қоймаға қойсаңыз болды. Ар жағын біз сізге жасап беріп отырамыз. Я, оған ақша төлемейсіз. Так, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болса, қазір чатқа қойыңыздар, мен чатты қарап отырмын. Егер бүгінгі жасаған презентация керек болса, тағы да мысалы жіберіп алған жерлеріңіз презентация керек болса, маған жекеге жазыңыздар, мен тағы да бір рет номерді қалдырайын. Осы номерге жазсаңыздар, мен сіздерге осы презентацияның көшірмесін лақтырып беремін. WhatsApp-қа болсын, Telegram-ға болсын. Магазинге мысалы мен кроссовкілерді қойсам, қанша серия апарамын. Жоқ, санду сізге былай басында айттық қой біз. Егер де сіз курсқа қатынасып, біз арқылы тауар алдырсаңыз, ол бөлек мәселе. Егер өзіңізде бар тауарды әкеліп қоям десеңіз, оның шарттары бөлек болады, оған сіз жеке хабарласуыңыз керек болады. Оны бізде интерсел өзінің шарттары бар, сізге айтады. Қоюға бола ма, қоюға болмай ма, ол жағын бөлек айтатын болады. Талғат мырза, иә. Достар, көп адамдар түсінбеген болуы мүмкін ше, 1688 деген мына сайтқа ашып көрсете салайыншы. 1688. Бұл сайтта сіз Қазақстан азаматы ретінде Қазақстандағы отырған нөміріңізбен тіркеле алмайсыз. Мына сайтқа ше, бәрі қытайша үшін көрдіңіз бе? Осы жерге ешкім тіркеле алмайды бізде. Біз осының ішіне тіркеп беремін, қазір автоматты аударып тұрды ағылшыншаға менікі. Бірақ негізі іші қытайша мына. Енді қараңыз, мына жерге біз тіркеле алмаймыз, тіркеле алмағаннан кейін жаңағы тренд тауарларды қарай алмаймыз. 90% адамдар не істейді? Мынау іздеу жолағы бар ғой. Осы жерге келеді да жаңағы мысалға жаңа керек адамдарын, керек тауарларын осы жерге жазады, мысалы. Не деп? Велосипед деп ше, мысалы, велосипед керек болса, жазады, іздейді. 90% адам осылай жұмыс жасайды. Мына осы жерге жазды. Одан кейін мына жерден жаңағы велосипедтерді қарайды, тапса тапты, таппаса шығып кетеді. Біздің айтып отырғанымыз ол бөлек, мынаның ішкі жағында арнайы бөлек-бөлек бөлімдер бар. Тренд тауарларға бөлек, категориялар мен тауарлар бөлек, уақыттары мен тауарлар бөлек, әр нишанікі жеке-жеке тұратын бөлім бар. Осы сайтқа толығымен тіркелуді жасап береміз. Яғни сіздерге қалай жасау керек екендігін үйретеміз, өздеріңіз кіріп жасайсыздар. Жасай алмасаңыздар, біз сіздерге тіркеп береміз. Мына сайтқа сіздерге доступ алып береміз. Оған уайымдамаңыздар. Мына сайтқа кіргеннен кейін, өйткенде Ибрайым мырза көрсетті, мына жерден қандай фильтрларын қойғанда сенімді поставщиктерді қалай тауып алуға болады. Өздеріңіз соны үйреніп аласыздар. Ол адам сенімді ме, сенімді емес пе? Оны көріп аласыздар. Завод сенімді ме, сенімді емес пе? Одан кейін мына сайттың жаңа ішкі жағына кіріп, тренд тауарларды қарап, кәдімгі трендті өздеріңіз бақылап отыратындай жағдайға жетеді. Яғни сарапшы болу деген сол да. Мына сайттың бергі жағы ғана бізге көрініп тұрған. Мынаның ішкі жағы бар да, қаншама бөлімдері бар. Оны ешкім қарап, оны ешкім жаңағындай мән беріп жатқан жоқ негізі. Мен сізге айтып отырмын, 90-95% адам мына жолаққа жазады. Осы жерден тауар бар ма жоқ па іздейді да, жоқ болса шығып кетеді, бар болса осы жерден алады. Біз сіздерге бұның ішкі жағына кіруді үйретейін деп отырмыз да, мәселе сонда ғой. Ол өте маңызды. Жақсы сұрақ қойдыңыз да, негізі біз ашып көрсеткеніміз өте дұрыс болды да. Так, Талғат мырза. Сондықтан да 1688 сайтта тек қана тіркеп бермейміз, тіркеп береміз. Және ішкі жаңағы тренд тауарларды қарайтын бөлімге өтіп, сол жерден толыққанды өзіңіз сарапшы ретінде сараптап отыратындай жағдайға дейін жеткізіп береміз. Көрдіңіз бе? Сонда сіз келесі жолы тауарды заказ бере алдында былай істейсіз. 1688-ге өзіңіз кіресіз,
жаңағы логин пароліңізді береміз, сол арқылы кіресіз, жаңағы бөлімге өтесіз, сол бөлімнен алғыңыз келген тауардың жаңағы нишаңызды қарайсыз, тренд қанша адам сатып алды. Мысалы 100 000 адам сатып алған тауар болуы мүмкін, значит хит болуы мүмкін. Қазақстаннан тексеріп көресіз, ол тауар жоқ. Абырай мырза үйреткені бойынша жол шығындарын барлығын, растаможкасын барлығын есептейсіз. Сізде тауардың өзіндік құны шығады. Қазақстанға келгендегі бағасын қаншаға сата аласыз, соны есепке аласыз, жарнамасын жасайсыз, Қазақстанға келіп сатасыз. Яғни сіздің қолыңызда белгілі бір анализ болады, соны жасайтын. Біз сізге сол шаблонды қалыптастырып беретін боламыз. Сол шаблон арқылы сіз жұмыс істейсіз да, сосын белгілі бір нәтижеге жетуіңіз керек та. Осындай бір алгоритмдермен жұмыс істеген кезде сізде белгілі бір нәтиже болу керек. Біздің айтқымыз келіп отырғаны сол. Сондықтан 1688 деген бұл өте маңызды сайт. Бұл сайтқа тіркелу, бұл сайтпен жұмыс жасау, ол кез келген адам міндетті. Егер де сіз Қытайдан тауар әкелетін болсаңыз, онда міндеттісіз ішкі құпиясын білуге. Сол біз ішкі құпиясын білдіруді біз сіздерге көрсететін боламыз, Алла амандығын берсін. Мен басқа жерде тұратын едім. Бұлай бола ма? 1688 заказ жасап, сізден қоймаға жіберіп сатсақ болады. Дударай, сізге тағы да бір мәрте қайталап айтамын. Курсқа қатысыңыз. Біз сізге 1688-ге тіркелуден бастап, жаңа айттым ғой, бүкілін үйрететін боламыз. Сол жақтан тауарды сіз әкелесіз, интерселға қоясыз, сосын өзіңіз білесіз, сатып үйде отыра бересіз. Сіз үйде басқа жұмыстармен айналысып отырасыз. Тек қана сіз заказды қабылдап, заявканы бізге беріп отырсаңыз болды. Ана жаққа жіберіңіз, мына жаққа жіберіңіз. Мына адамға мына товардан 1 штук салып жіберіңіз. Мына адамға мына қалаға 10 штугын салып жіберіңіз деп, сіз өзіңіз координатор боласыз. Яғни координация сіздің қолыңызда болады. Біз жаңа дропшиппинг компания ретінде сіздерге сол қызметті көрсететін боламыз. Так, логистика килограммы қанша сізде? Бұның жаңағы килограммдарын, нюанстарын, барлығын Ибрайым мырза сізге көрсетіп айтатын болады. Так, Ахан, ассалаумағалейкум, Қытайдан счет ашып бере аласыз ба, басқа бұл енді жаңағындай айттық қой, жаңа тауарды сіз тікелей заводтан ала алмайсыз деген. Бұл сұрақ соған қатысты қойылып отқан сұрақтан Ахан мырзаның. Яғни сіз Қытайдан счет ашып алсаңыз, заводтан тікелей өзіңіз алдырта аласыз деген мәселе ғой. Біз енді сізге счет ашып берумен айналыспаймыз, өйткені біздің бағытымыз басқа. Бізге келсеңіз, счет аштырмай-ақ біз арқылы ала беруіңізге болады тауарды. Ибрайым мырза сіздерге өткенде айтты, жаңа 5% ғана біздің клиенттерге 5% болады, яғни курсты оқып шыққан адамдарға. Яғни 5% деген ол сізге менеджер сіздің тауарыңызды, Қытаймен сөйлесіп, сіздің тауарыңызды тауып, соны Қазақстанға дейін жеткізіп беру жолын қадағалайды да бір адам. Бір адам яғни жауапты болады. Сондықтан да бұл өте төмен сомада 5% деген. Көп адамдар кейде ойбай, неге пайыз қосасыздар деп айтады да. Бірақ ол біреудің істеп отқан адал жұмысы. Яғни біздің менеджерлердің істеп отқан жұмысы. Сондықтан да ол жерде ол адамның еңбегінде бағалау керек. Ол сіз үшін ана тауарды әкеліп бергенге дейін қолыңызға дейін жауапты болады. Сондықтан да ол оның жауапкершілігіне жүктеледі. Так, 1688-дің обзор қашан? 1688-ге обзор жасамаймыз. 1688-ге толық жұмыс істеудің принципін, жұмысын үйрететін боламыз курста. Сондықтан да обзор деген ол жай обзор болып қалады да текке. Біздің мақсатымыз сіздер нақты жұмыс істейтін құралды қолдарыңызға беру. Біз обзормен жұмыс істегіміз келіп тұрған жоқ. Так, қытайлармен қытай тілінде сөйлескенде ғана тиімді бағаға қол жеткіземіз бе? Қытай тілін үйренген қажеттілігі бар ма деп ашып білесіз. Мына 1688-бен ол жерде 100% қытайша. Сондықтан да олармен қытай тілінде сөйлескен және олармен сол тілде сөйлесу арқылы тауарыңызды ақпараттарын алу өте маңызды. Сондықтан да қытай тілін сол жерде білу керек. Біз бұл жерде сіздерге не деп айтып отырмыз? Сіздерге қытай тілін, ағылшын тілін, басқа нәрсені білудің ешқандай негізі қажеті жоқ. Өздеріңіз үшін білсеңіздер жақсы ғой, нақты осы бизнесте қажеті жоқ. Ол проблемалардың барлығын біз сіздер үшін шешіп береміз. Яғни Қытаймен сөйлесіп береміз, бағасын барлығын келістіріп береміз. Сіздің қызметіңіз бұл жерде тек қана сарапшы ретінде отырып, дұрыс тауарды Қазақстанға уақытында жеткізу, сол клиенттерге уақытында тренд товарды ұсыну, соны трендке айналдыру сіздің міндетіңіз да. Қалған анау операциялық нәрселер бар ғой, жаңа Қытаймен қытайша сөйлесу, жолын сөйлесу деген сияқты нәрсенің барлығын бізге тапсырыңыз. Біз сіз үшін істеп береміз оның барлығын. Негізі қанша сомамен Қытайға шыққан дұрыс дейді Бауыржан мырза. Енді неғұрлым сомаңыз жақсы болса, соғұрлым өте жақсы ғой.
Бірақ алдыңғы уақыт ең бастаған кезде онда міндетті түрде сіз тестілеу үшін бір шамалы сома салуыңыз керек. Енді бір 20-30 мың болса да тауарыңызға салып, сол тауарды алып келіп тестілеп көру керек. Мысалы әрқайсысынан бір 13 штук болса да мысалы алып келіп тестілеу керек. Сондықтан да бұл жерде қандай сомамен шыққан дегенде бірінші тестілеуден бастау керек. Біз жаңа айттық қой, сайттың өзін даңғырадай сайтты жасап тастамай, біз тестілеуіміз керек тауарларымызды. Сол үшін закон малого начала дегенде жаңа бастапқыдан бастап, кішкентайынан бастап жоғары қарай шығу керек. Курс қанша дейді. Ержан мырза 50 мың теңге. 12-ші қыркүйек күні басталады, сәрсенбі күні. Сәрсенбі күні түскі 12-ге дейін төлем қабылданады. Оптобек дейді. Курсқа қалай қатысуға болады дейді. Курсқа мен қайтадан қазір номерімді қалдырайын. Маған осы номерге жазсаңыздар, Ержан мырза, Оптобек мырза, сіздер жазсаңыздар, біз сіздерді телеграмдағы чатымызға қосып қоя аламыз. Сол жерде біз ақпараттарыңыздың барлығын береміз. Төлемді сәрсенбі күнгі түскі 12-ге дейін жасасаңыздар, біздің тізімге енесіздер. Сонымен бұйыртса сәрсенбі күні курсты бастайтын боламыз. Так, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Так, мен қазір чатты бір қарап жүрейін. Так, достар, сұрақтарыңыз болса қазір чатқа қойсаңыздар, егер сұрақтарыңыз болмаса, онда эфирді аяқтаймыз. 1 сағаттан артық отырдық. Жұбаныш мырза, курс кешкі уақыттарда болады. Айттым ғой жаңа, бізге курсқа жазылған адамдардың барлығын біз бір топқа жинаймыз, бір чатта болады. Сосын өздеріңізден сұраймыз, сіздерге қай уақыт ыңғайлы. Бір ортақ уақыт шығарамыз. Ол 8 болуы мүмкін, ол 9 болуы мүмкін. Сол уақытқа сабақты қоямыз. Сосын сол уақытта ары қарай 2 сағат, 3 сағат сабақты өтетін боламыз. Яғни уақыт барынша сіздерге ыңғайлы болуы керек. Біз сол жағына баса назар аударатын боламыз. Так. Мен қытай тауарларын сатамын, бірақ алып сатарлардан аламыз. Сіздерге сол заттарды тапсырыс берсем болады. Әрине болады. Әрине болады. Егер де мысалы барлығын кешенді түрде үйренгіңіз келсе, енді курсқа қатынасыңыз. Біз енді жаңа осы эфирдің басында жалпы курс туралы ақпараттарды бердік. Курстың қандай артықшылықтары бар екенін бердік, қандай бонустар бар екенін бердік. Осы эфирдің біткеннен кейін қарап алуыңызға болады. Курсқа қатынассаңыз, сол мәселелердің барлығы сіз үшін қолжетімді болады. Яғни бізбен жақынырақ араласу, жаңа тапсырыс беру деген мәселенің барлығы қолжетімді болады. Так. Жақсы, онда достар, егер сұрақтарыңыз болмаса, эфирді аяқтайық. Егер сұрақтарыңыз тағы да туындап жатса, мен номерімді қалдырдым. Маған тікелей WhatsApp-қа немесе Telegram-ға шығыңыздар. Болмаса, тағы да сұрақтарыңыз болып қалатын болса, осы видеоның астына пікір ретінде комментке қалдырыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Курсты айттық, сондықтан да ертең былайша айтқанда төлем жасаудың соңғы күні, өйткені сәрсенбі күні түске дейін үлгеріңіздер. Енді курста сіздерге барынша пайдалы болатындай ақпараттарды беретін боламыз. Барлықтарыңызды сол жерде күтеміз. Жақсы күндерде жолыққанша. Енді кешкі уақыттарыңызды көп алдық. Сол алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін сіздерге Алла разы болсын. Рахмет. Істеріңізге сәттілік. Бізбен бірге болыңыздар. Біз әрдайым сіздермен бірге болуға дайынбыз, көмектесуге, білетінімізбен бөлісуге дайынбыз. Жақсы. Келесі эфирлерде жолыққанша, енді бұйыртса курста жолыққанша.